Баршаңызға қайырлы күн, қыздар, сіздермен Назерке. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашарға өте дәмді шаймен желінетін ең оңай сметаник тортын дайындайтын боламыз. Жұмсақ болып шығады. Корждары бар болған 2-3 минутта толықтай пісіп шығатын, табада дайын болатын торт. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Каналыма тіркелмесеңіз, каналдың дамуына үлес қосып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Ал енді бісміллә деп қамырын дайындауға кірісеміз. Майлылығы жоғары қаймақты үлкен ыдысымызға толықтай саламыз. Және оның үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қант өзіңіздің қалауыңыз, егер тәтті болғанын қаламасаңыз, 140-150 грамм қосуға болады. Мен бұл жерде 200 грамм қант қостым, яғни 1 шай кесе қосылды. Бөлек ыдысымызға ұнымызға разрыхитель қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алдын ала дайындап қойыңыздар. Ұнымызды бірден қоспаймыз, 2-3 бөлікке бөліп қосыңыздар. Ең алдымен бірінші қосқан кезде қасықпен жақсылап араластырып қою болады. Жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Одан кейін барып ұнымыздың барлығын салып, жұмсақтау қамыр елеп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз сәл ғана қойға жабысып тұрады, ол ешнәрсе қылмайды. Осымен қамырымыз дайын, бетін жауып шамамен 20 минутқа тындырып қойып қойыңыздар. Дайын болған қамырымызға ұнды сеуіп, жақсылап тұрып бөліктерге бөлетін боламыз. Ұнды қатты көп сеудің қажеті жоқ, ең бастысы қолыңызға жабыспай тұрса болды. Бөліктерге бөлеміз. Таразыңыз болса 25-30 граммнан бөлсеңіз болады. Мен көз өлшерімен бөліп шықтым. Енді домалақтап біз қамырымыздың формасын дайындайтын боламыз, яғни тестамыздың. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ, орташа қалыңдықта жайып шықсаңыздар болды. Қызып тұрған табаға саламыз. Осы кезде қалай сіздер қамырды салсыздар, солай оттың астын орташа отқа қоясыздар. Бірақ бас кезінде міндетті түрде табаны, яғни сковородканы қатты қыздырып аласыздар. Қақпағын жауып 2 минуттай ұстайсыздар. Сіздерге корждың піскені білініп тұрады, беті кәдімгі тап-таза болып, келесі бетке аударамыз, мінекей толықтай піседі. Тағы да бетін жауып 1 минуттай ұстасаңыздар жеткілікті. Барлық корждарыңызды осылай пісіріп аласыздар. Корждардың размері әртүрлі болғандықтан мен сияқты кальциямен барлығын кесіп, барлығының размерін бірдей қылып алсаңыздар болады. Корждарыңыз жұмсақ болып шығады және артық шетін бетін әсемдеуге алып қаласыздар. Кремін дайындау үшін 20% қаймаққа қант немесе қант ұнтағын саламыз, өте қарапайым болады. Ал енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Осындай кальций болса тіптен керемет болады. Өйткені кремін жағып қойғаннан кейін біраз 10-15 минуттай ұстасаңыздар, немесе жарты сағат, немесе 1 сағат. Негізі тортты көп ұстаған сайын дәмі кіреді. Осыны ұмытпаңыздар. Тұрып қалмайды, керісінше дәмі кіреді. Шамамен мен 4-5 сағаттай ұстадым. Осындай кальций болса кремдері жақсы сіңетін болады. Осылай кремдеріңізді, корждарыңызды жағып, тортымызды жинақтайтын боламыз. Үйіңізде блендер болса тіптен керемет. Бар жоғы 2-3 минутта сізге корждарды езіп дайындап береді. Қыздар, бұл жерде корждарды майдалаған кезде ескеретін жағдай, қатты майдаламаңыздар. Орташа қылып майдаласаңыздар, әсемдегенде өте әдемі болып көрінеді. Жақсылап тұрып, барлығын орналастырып, тортымызды дайындаймыз. Тортымыз өте жұмсақ болып шығады. Сіздер ұзақ ұстаған сайын торт өте жұмсақ болады. Азанда дайындап, ауызашарға кешке шаймен ішіп жесеңіздер болады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық заты үйде табылады, қолжетімді. Ең бастысы қаймағыңыз болса болғаны. Және менің каналыма тіркелмесеңіз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қолдап қойып, осы каналдың 100 000 оқырманға жетуіне үлес қосып жіберіңіздер. Сіздермен болған Назерке. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.